Қойшыбек, бәрәк, құбыжық. 9 бөлім. Үңгірдің ішінде жатқан жігіт шырқырап, жылап жатқан балаға қарай бармаққа қанша ұмсынса да, байлаулы арқаннан босай алмай, арып, талысып жатыр. Баланың ащы даусы басқа еш нәрсені естіртер емес. Түс ауа сырттан әлдененің сүйретілген даусы шықты. Үңгірдің аузында қалтқыны жұлып тастап, ішке сүйреткен бұғысы бар әйел кірді. Әйелдің аузы басы қан. Бұғының санын қолын қол етіп, табанына басып тұрып, жұлып алды да, бір санын жігіттің алдына қарай лақтырып жіберіп, өзі жылай-жылай үні әбден қарлығып қалған баланы емізе бастады. Жігіт үнсіз, тісі тісіне тимей қалшылдап, қалың терінің астына басы ғана қылтиып жатыр. Кешке дейін әйел үңгірдің жартысын қарағайдың қу бұтағымен толтырып тастады. Кеш бата жігіттің буыншақтарын ақтарып жүріп, оттық тауып алып, от жақты. Ол жігіт осында келгелі тұңғыш рет жағылған өтеді. Әлсіз үзіліп шыққан түтін үңгірдің аузында жабылған терінің жыртығынан сыртқа шұбатылып шығып жатыр. Жігіт ләм-мим деместен отқа қарап тапжылмай отыр. Әйел баласын құшақтап оттың басында тұр. Кенет сырттан әлдененің гүр еткен ащы дауыс естілді. Баланы жігіт жақта қалың терінің арасына қоя салған әйел бажылдап есікке қарай ұмтылды. Есіктен бір алажағал алып көлеңкемен еніп келе жатыр. Жігіт терінің астына қарай басын тыға бастады. Бажылдаған әйел ала көлеңкемен барып алыса кетті. Үңгірдің ішінің қорс қопасы шықты. Әлі арпалысып алысып жүр. Бір заманда әйел үңгірдің ауыз жағында тұрған мылтықты жігітке қарай лақтырып кеп жіберді. Бос бір қолымен мылтықтың шақпағын қайырған жігіт үңгірдің ауыз жағындағы алысып жүргендерді көздеп, масаны басып қалды. Баж ете түскен әйел дауысы мен ауыр ыңқ ете түскен сұмдық жойқын дауыс шықты да, көлеңке сүйретіліп сыртқа қарай қаша жөнелді. Жігіт қолындағы мылтықтың шақпағын қайырды да, үңгірдің аузына қарай көздеп, тапжылмай әлі тұр. Бір кезде барып әйел сүйретіліп орнынан тұрып келе жатты. Жігіт асығыс мылтықтың масасын басып қалды. Шырт, шырт еткен құрғақ дауыстан өзге еш нәрсесі шықпады. Асығыс шақпағын тағы қайырды. Жанталасып жатқан жігітке қараған әйел сақылдай күліп келіп, оның қолына мылтықты жұлып алды да, үңгірдің қабырғасын бір салып, құндағын жұлып алып тастады да, ары түпке қарай лақтырып тастап, терінің арасында шырқырап жатқан баласына қарай келді. Көктем мезгілі, сол үңгір. Жігіт әлі сол орында байлаулы. Шешесінің жұлмалап жеп отырған шекетінің бір жағына қызыл иегімен тістелеп, жұлқылап, баласы еңбектеп жүр. Жігіт балаға үнсіз қарап отыр. Жалаң бұт, ер бала, өз табиғатынан тыс есейіп кеткен. Шешесінің етегіне жармасып, тік жүріп, жүгіріп кеткісі келетін тәрізді. Кенет сырттан тарыс-тұрыс мылтықтың даусы естілді. Төмен қарай, төмен қарай. Жіберме, жіберме. Иттерді босат. Байқа, итті жазым қылмасын. Айғай сүрен салғандар тарсылдатып үңгірдің маңынан өте шықты. Үңгір ішінде жатқан жігіттің көзі шырадай жанып кетіп, құтқарыңдар деп бар даусымен барылдай айғайлай бастады. Шар ете қалған баланы бір жаққа тастай салған әйел атылып келді де, байлаулы жігіттің алқымынан ала түсті. Арлы-берлі бұлқынған жігіттің көз аспанға қарап, ақиланып барып, жарығы сөніп, байлаулы аяғын қатты бір серіпті де, жаны сүлді. Өлікті аударып көрген әйел көзі мөлтілдеп, жыларман болып отырды да, жігіттің мүрдесін бас салып жұлмалап жей бастады. Сүйсініп, мекіреніп жеп отыр. Бажылдаған бала санадайда қалың тон арасында бастырылып жатыр. Бұлақ басына жете, жаралы қасқырды қуып жеткен иттер жан жағынан ала кеткен. Аты тарсылдатып аттылар да келді. Олар келгенше қасқырдың жаны баяғыда шығып кеткен еді. Ішіндегі мосқалдау бір кісісі бар атпалдай жеті жігіт қарқылдай күлісіп иттерін ажыратып алысты. Мосқал кісі, ана беттен бері шауып келе жатып, бір адамның айғайлағанын естігендей болдым.
Сендер еш нәрсе естімедіңдер ме? Мен де естідім. Сол маңнан үлкен бір үңгірді байқап қалғандай болдым. Қойсаңдаршы, мынау енді далада не қылған адам? Өзің қайдан жүрсің енді далада? Біздікі бөлек аңшылық. Ол жерде де бір аңшы жатқан шығар. Арлы-берлі көп қауқылдасқан олар Асқардың терісін сыпырып жатқан жас жігітке: "Сен асықпай, теріні бүлдіріп алмай сыпыра бер. Біз анау үңгірге барып, біліп келейік." Десіп, аттарына мінді де өрге қарай тырмысып шаба жөнелісті. Өздеріне қарай қарың аттылардың келе жатқанын көрген әйел қарағайдың ішіне қарай тұра қашты да, іште қалған баласының шыңғырып жылап жатқанын естіп, қайта артына қарай жүгірді. Бұл таяп қалған аттылар да үңгірдің маңына жеткен еді. Енді оларды көріп әйел бүгіліп қалды. Дәуқорағайдың қалқасына барып жасырынып тұра қалды. Үңгірге алдымен мосқал еркек кірді. Үңгірге кіріп келген кісі өзіне қарай еңбектеп бақырып келе жатқан баланы жерден іліп алды да соңында келе жатқан жігітке ұстата салды. Анайда келе жатқан кеудесінен жоғары терімен жабылып жатқан адамның қасына келді. Оның қол аяғының байлаулы екенін көріп тіксініп тұрып қалып барып бетіндегі теріні жұлып алды да ышқынып отыра кетті. "Не болды? Не болды?" деп ентелеген арттағы жігіттер сөйлеуі шамасы келмей байлаулы жатқан адамның бас жағын ымдай берді. Жігіттердің барлығы шу ете қалды. Жатқан адамның бет-аузынан түк жоқ. Қан, бет сүйегі ғана қалыпты. "Кеттік бұл жерден. Не қылса да бір бәлесі бар жер. Баланы қайтеміз? Таста. Обалы ғой. Иә, жас сәбидің не күнәсі бар? Алып жүр." Ақыры олар баланы алып сыртқа атып шықты да аттарына асығыс қонып, манағы қасқыр сойып жатқан жігітке қарай шапқылай жөнелісті. Аттарынан елбеңдеп біраз жерге дейін жүгірген әйел біраздан соң кейіндеп қалып қалды. Аттылар бұлақ басына жетті де теріні қолына алып анадайда отырған жігітке "Бол, бол!" десіп атқа мінгізді де сайдың аузына қарай шапқылай жөнелісті. Жалғасы бар.